Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Республика күніне арналған презентация дайын болды. Яғни сабақтың тақырыбы 25 қазан Республика күні. Сабақты бастамас бұрын оқушыларды түгендеп әнұраны айтудан бастаймыз. Келесі топқа бөлу үшін мынаны үстінен бассаңыздар, осындай сілтеме ашылады. Сол сілтеме арқылы платформаға өтеміз. Осы жерде аттарын жазасыздар. Оқушыларыңыздың атын жазып болған соң, мысалы қанша топқа бөлгіңіз келеді? 2 топ болса 2, 3 болса 3 деп жазасыздар. Енді келесі гендер дегенде бұл жерде жыныстарын жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, ұлдар бір топқа жиналып қалмас үшін, қыздар бір топта, яғни араласып отыру үшін. Келесі лейблда деңгейлерін жазып қойсаңыз, мысалы, кәдімгі мен тәрбие сағатына қажет жоқ, басқа сабақтарда 3 пен 5 пен оқитындар, мысалы 5 пен оқитындар бір топқа кетіп қалмас үшін, осы жерге оқушылардың деңгейін көрсетіп өтсеңіздер, өте жақсы болады. Енді қазір мен көрсетпеймін, өйткені маған тәрбие сағатына керек емес. Стартты бассаным, оқушылардың көзінше осылай рандомнан бөліп шығады ғой. Міне осылай топқа бөліп алып, оқушыларды отырғызасыздар. Енді топқа бөліп біткен соң жалғастырамыз. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздігін айқындаған тарихи құжат. Енді бұл жерге мен жасанды интеллект қостым, яғни суретімізде жасанды интеллект арқылы жасалған, және бұл жерде де видеода жасанды интеллект арқылы жасалып отыр. Қазіргі уақытта білесіздер, қазір сабаққа жиыды қосу керекпіз. Бүгін еліміздің тарихындағы айрықша күн, Республика күні. Бұл күн еліміздің дербес, еркін ел болғанын айқындайтын мереке. Баршаңызға бейбіт өмір, бірлік пен береке тілеймін. Тәуелсіз еліміздің туы әрдайым биік болсын. Бүгін Енді сұрақ, әңгіме, сұхбат, егемендік дегеніміз не? Біздің еліміз қандай мемлекет? Оқушылардың жауабын алға болған соң, ары қарай сабақты жалғастырамыз. Енді келесі 25 қазан Республика күні атты бейнеролик көрсетілімі, яғни бейнеролик оқушыларға көрсетеміз. 25 қазан Республика күні. Бұл мейрам ұлтымыздың тарихындағы ең маңызды күндердің бірі. Өйткені 1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Осы кезден бастап кеңес социалистік республикалар одағының бұғауынан босағамызды бекітіп егемендікке бір табан жақындадық. Яғни ары қарай ұзақ көрсете бересіздер, ол қалауларыңызша. Енді келесі постер қорғау, яғни 3 топқа бөлдік, 3 топқа бөлген соң, яғни тарих беттерінен деген тақырыпта егемендік, бірінші топқа егемендік декларациясы туралы мәлімет, екінші топқа республика күнінің рәміздері мен маңызы, үшінші топқа бүгінгі Қазақстан дамыған мемлекет. Осылай топта постер қорғатасыздар. Келесі ақиқат жалған ойыны, яғни осындай 4 асық ұлттық нақышта берілген, ұлттық құндылықты дәріптей отыра осы асықтармен ойын. Бірінші, Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация 1990 жылы 25 қазанда қабылданды. Яғни дұрыс па, дұрыс емес па, оқушылар таңдайды. Яғни дұрыс емес, жарайсын дұрыс. Егерде қате таңданса, жалған дұрыс емес деген ответ шығады. Республика күні 16-7, мысалы қате белгілеп көрейік, не деп шығады? Жоқ, бұл жалған деді. Осылай егемендік дегеніміз мемлекеттің өз билігін өз қолына алу құқығы дейді. Дұрыс екен. 4-ші сұрақ. Республика күні мемлекеттік емес, бейресми мереке. Бұл негізі жалған, дұрыс. Енді келесі колесо ойыны.
яғни бұл да платформада. Мынаны көрдіңіздер ме? Үстіне барсаңыздар, платформаның аты көрсетілген платформадан сұрақтар арқылы сұраққа жауап береді. Яғни сұрақтарға бұл жерде жауап береді. Раскрутивті басасыздар. Мына жерін бассаңыздар тоқтайды. Қазақстанның шекаралас елдерін атаңыз. Яғни устранить мынаны сұрақты алып тастаймыз. Уже көп қойдық. Келесі сұраққа көшеміз. Еліміздің қазіргі астанасы қандай? Сұраққа оқушылар жауап береді. Алып тастаймыз. Бұл сұрақты қайтадан стопты басамыз. Мемлекеттік елтаңбада бейнеленген жануар дейді. Яғни сұраққа жауап берсем, оны устранить етеміз. Сұрақты алып тастаймыз. Қайтадан яғни сұрақ аяқталғанша оқушылардан жауап алып отырасыз. Келесі бізде тау шыңы ойыны. Яғни бұл да платформада беріледі. Яғни таудың шыңына оқушылар 10 сұрақ тест тапсырмасы беріледі. Сол қай оқушы қалай жауап берді? Мысалы, барлығына дұрыс жауап берсе, ол таудың шыңына бірінші жетеді ғой. Мына тау шыңы дегенді басамыз. Осылай сілтеме беріледі. Сілтемені копировать етіп аламыз да, мысалы, оқушылардың WhatsApp-ына жіберсеңіздер болады. Мен қазір мына жерден аша салайын. Сілтемеге атын жазады. Мысалы, Айжан деймін мен. Әр оқушы, мысалы, 10 оқушы отыр ма, 10 оқушы жазады. Мына жерде қараңыздар, мен мына Айжан деп шықты. Мына жақта көп оқушыларыңыз осылай шыққан біткен соң стартты басасыздар ғой. Мынаны біреу мешать етпес үшін, алып тастау үшін мынаны басып салыңыздар біріншісін. Міне келесі мен жақтан ойнаймын. Республика күні қашан атап өтіледі? 25 қазан. Дұрыс, коррект деген дұрыс. Next, келесі сұрақ. Қараңыздар, мен уже екінші өттім. Мен мына жақтан тақтадан көрсем, бірден екіншіне өтті. Айжан. Еден 5-6 оқушысы бәрі осылай тұрады, екінші деңгейге өтті. Қандай тәуелсіздік егемендігі туралы? Келесі. Көзі мен 3-ші деңгейге өттім. Мына жақтан қарап, Айжан 3-ке секірді. Келесі егемендік сөзі нені білдіреді? Келесі қараңыздар, уже Айжан 4-ке деңгей. Осылай Айжан, Айгүл осылай көтер. Кім неқта қалып қалды, соның бәрін қарап отырасыздар ғой. Қай оқушы қалып қалған. Келесі. Республика күннің негізгі мақсаты қандай? Келесі. Көрсем, мен мына жақтан соткасынан оқушының көрініп отырады да, тақтадан да көрініп отырады. Кім қай деңгейге, таудың шыңына кім бірінші жетеді. Бәрін қарап отырасыздар ғой. Егемендігі туралы декларация қай жылы қабылданды? 91 ме? Қате, 90 жылы. Яғни қатеде уже қарайсыздар. Мен не қылмаймын. Көрдіңіздер ме? 6. Астана. Секірдім. 91 жылы. 9-ға секіріп, мына жақта мұғалім тақтадан былай көріп отырады, қай оқушы жоғары шығып жатқан. Ең соңғы сұрақ қалды. Нені жариялады дейді. Осылай аяқтайды. Енді мына жақтан да қараңыздар. Неғып оңға өтпей қалды. Next'ті басайын. Әлі бір сұрақ бар екен. Нені бейнелейді дейді. Бастауын. Мына уже аяқталды. Енді мұғалім тақтаны қараймыз. Мына уже результатты көрсетеді қазір.
Қараңыз, бірінші орында Айжан. Енді мына жерден view result table, яғни кесте түрінде көрсетсем, мына жақта қаншама оқушы тұрады. Мен бір сұраққа жауап бердім осылай. Кім қанша сұраққа қызыл болса, қате жауап берген байқауға болады. Өте керемет платформа, қолдансаңыздар болады басқа да кез келген пәнге. Енді келесі бізде не қалды? Кері байланыс, рефлексия, бағдаршама әдісі арқылы, яғни оқушылардың аттары, мысалы, қызыл, мен сабақты мүлде түсінбедім, сары, мен сабақты жартылай түсіндім, жасыл, мен сабақты түсіндім дейді. Яғни жасыл басқандар сабақ түсінгендер. Кім түсінбеді, олар сарыны, қызыл мүлдем түсінбегендер, осылай тақтадан әркім осылай белгілеп шығады екен. Осымен сабақ аяқталды. Мына жерде осы презентацияны алу үшін осы көрсетілген номерге хабарласуларыңызға болады.